Market немесе App Store'дан Trendyol программасын орнатамыз. Мінекей, осы программа мен алдын ала жазып алдым. Открыть деп кіремін. Trendyol'дың ішіне кіргенде түрікшені таңдайсыздар. Енді мына хесабым деген жерге өтесіздер. Адамның белгісі тұрған. Мұнда сіздерге көрсетіп тұр. Электронный поштаңызды және пароліңізді жазып кіріңіз дейді. Немесе Facebook арқылы или Google арқылы кіруге болады. Мен бұл жерде электронный поштамды, паролімді жазып әуре болмаймын. Google'дың үстін басып кіріп кетем. Себебі Google'ге менің электронный поштам мен паролім тіркелген. Осының үстін басқан кезде мына автоматом кіреді. Жоға жағынан қараңыздар, менің электронный поштам кіріп кетті. Осылай оңай кірсеңіздер болады. Яғни мен Trendyol'дың ішіне тіркелдім.